Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Аз ғана уақытта иммунитетіңізді көтеретін, құрамы 3 заттан тұратын осындай кереметте бір рецептпен қазір бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасап жүріңіздер. Бізге қажетті заттары зімбір, лимон және де табиғи бал қажет. Ащы дәмін кетіру үшін лимонды алдын ала осылай ыстық суға салып қоямыз. Зімбірімізді жуып тазалап, сыртының қабығын осылай жұқалап алып ашып аламыз. Зімбірімізді жұқалап турап, майда көбік етіп турап аламыз. Қалауыңызша үккіштен өткізуге болады, бірақ та үккіштен өткізетін болсаңыз, суы көбірек болып шығып кететін болады. Мен сол себепті осылай пышақтың көмегімен турап алдым. Имбирімізді бір ыдысқа салып әзірге қойып қоямыз. Лимонымызды алып, осына екі басындағы қарасын алып тастаймыз. Қабығын аршымаймыз. Қабығы біздің дәрумендерге өте бай, сол себепті оны алып тастамайсыздар. Ортасындағы дәнектерін алып тастаймыз, ол бізге қышқыл дәм береді, сол себепті дәнектері қажет емес. Осылай майдалап, ұсақтап, турап алсаңыздар болады. Немесе осылай мен сияқты пышақтың көмегімен кішілеу етіп формада турап, барлығын блендерге салып, езіп алсаңыздар болады. Имбир мен лимонымызды бір ыдысқа салып, үстінен миодымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осының барлығын қақпағы жабылатын банкаға салып, тоңазытқышта сақтаймыз. Күнде таңертең шай қасықпен жылы суға салып араластырып ішсеңіз болады. Немесе шайға салып ішсеңіз де өте керемет болады. Аз ғана уақытта иммунитетіңізді көтеруге көмектеседі. Бірақ та қан қысымы бар адамдарға шаймен ішкен жақсырақ болады. Себебі бізде өздеріңіз білетіндей лимонның қан қысымына әсері бар. Сол себепті дәрігермен кеңесіп немесе шайға салып ішсеңіздер өте жақсы болады. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді көре аласыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған арайлым.